Нұх пайғамбар алейхиссалам. Куфа аймағында ақиқаттан адасып, күнәға белшесінен батқан қауымның арасында ізгі ниетті санаулақ шаңырақ бар еді. Бұлар ешқашан өз дінінен айнымай, хақ тағалаға ғана құлшылық қылатын. Нұхта сол санаулы отбасының бірінде дүниеге келді. Биязы мінезді Нұх өзге балалардан ерекше, ойға жақын болып өсті. Бір жағы Ыдырыс пайғамбардың ұрпағынан тараған еді. Ата-бабаларының бәрі де тәухидшіл, иманшыл жандар болатын. Барлығы да Ыдырыс пайғамбардың шариғаты бойынша амал етіп келген. Нұх алейхиссалам салиқалы да салмақты жан болды. Аллах тағаланың шексіз нығметін еске алып, қадірін бағамдап, үнемі іштей шүкіршілік ететін. Бұл ерекше қасиеті Құран кәрімде ол дамылсыз Аллах тағалаға шүкірлік еткен құл деп білдірілген. Нұх алейхиссалам 40 жасқа толғанда оған пайғамбарлық берілді. Құранда: «Әлбетте, біз Нұхты еліне жібердік. Мен сендерге ап-айқын бір ескертушімін» деген аятта осы пайғамбарлықтың берілгендігі айтылған. Нұх алейхиссалам ең алғашқы шариғатпен келген расул елші болды. Ол елінің оңайлықпен ізінен ермейтіндігін, түрлі қарсылықтар болатындығын, небір бейнет шегетіндігін білсе де, зор тәуекелмен өзіне берілген міндетті бастап та кетті. Елімен күресі. Пайғамбарлық ауыр жүк. Оны халыққа жеткізудің салмағы да жеңіл емес. Біреуге ойда жоқта бір ауыр міндет берілсе, көп уақыт әбігерленер еді. Соны орындау мақсатында қателіктер де жіберуі мүмкін. Алайда пайғамбарлар мұндай қылықтардан аулақ. Асқар таудың өзі көтеріп тұруға қауқар жетпей үгілетін ғаламат жүкті пайғамбарлар фәтәнат. Пайғамбарларға ғана тән үстем ақыл, жоғары қисын қасиетімен еңсере білген. Нұх алейхиссаламда өзіне уақи келгеннен бастап пайғамбарлық міндетін атқаруға кірісті. Бірақ ол ел алдына шығып, дереу жар салған жоқ. Алдымен жасырын түрде әр адамға жеке-жеке дінді түсіндіре бастады. Өз ісін күн-түн демей осы бағытпен жалғастыра берді. Негізі жақтастары әлі аз, күш-қуаты төмен адамға бұдан басқа жол да жоқтығын. Кейін барып шалғайдағы елдерге де дін таратуға тырысты. Оларды шүкіршілік етуге, құлшылық жасауға, бұттарға сыйынбай тәубеге келуге шақырды. Өкініштісі Нұхтың сөзіне құлақ асқан жан болмады. Дінді уағыздап жатқанын көрсе болды, құлақтарын басып өте шықты. Тіпті оны көргенде киімдері мен беттерін бүркемелегендер де кездесті. Мұндай мақсат оны келеке, мазаққа айналдыру, көңілін қалдыру еді. Бұнымен шектелмей ел көзінше масқаралап, ауыз бармайтын сөздерде айтатын. Бірақ Нұх алейхиссалам оның бәріне шыдамдылық танытты. Ендігі жерде Нұх алейхиссалам халық алдына шығып, дінді ашық жар салуға көшті. Елге Аллах тағаланың жалғыз екендігін түсіндірді. Ата-бабаларының адам ата заманнан бері бір ғана жаратушыға құлшылық қылып келгендігін, алайда бертін келе шайтанның арбауымен кейбір әулие адамдарды пұтқа айналдырып, адасқандықтарын дәлелдеді. Хақ тағаланың берген игіліктері жайлы әңгімеледі. Адамды жоқтан бар етіп, оған шексіз нығмет бергендігін түсіндірді. Сау ақылға салып ойлану қажеттігін айтты. Қолдан жасалған нәрселерге табыну сау ақылды тұншықтыру емес пе деп саналарына сәуле тастады. Бірақ қараңғы ел Нұхтың алейхиссалам сөздеріне құлақ асқысы келмеді. Қайта қасарысып, табынған пұттарынан әсте бас тартпауға бекінді. Ел үстінен күн көрген залым билеушілер әлбетте халықтың иман келтіруін қаламады. Олар халықты Нұхтың алейхиссалам сөзін тыңдамауға үндеді. Өйткені кері жағдайда бұл билеушілердің мүддесі мен саясатына қайшы келмегеді. Сондықтан да пайғамбарға жақ аштырмай жолын кес-кестеп бақты. Елді де қарсы айдап салды. Олар Нұхқа: «Сен өзіңді пайғамбармын дейсің, бірақ бізде не айырмашылығың бар? Сен де біз тәрізді адамсың ғой» деп даурықты. Иә, сырт қарағанда пайғамбарды адам еді. Бұны өзі де айтатын. Илахи заңдылық сол. Хақ тағала елшілерін адамдардың өз арасынан таңдайды. Өйткені жер бетінде ғұмыр кешіп жатқандар періште емес, жұмыр басты адамдар болатын. Егер олар періште болғанда, онда жер бетіне періште пайғамбар жіберілер еді. Пайғамбарлар адамзатқа үлгі көрсету үшін жіберілді. Бақытты өмір сүрудің негізі қайда жатыр? Адами мәселелерді қалай шешкен жөн? Отбасымен, жарымен, қоғаммен қандай қарым-қатынас жасау қажет? Тағы сондай мәселелердің бәрі де пайғамбар өнегесіне кіретін. Егер пайғамбар періште болып келгенде, ол адамдарға қайтып қана өнеге көрсетпек. Өйткені олар тамақтанбайды, үйленбейді. Періштелерде пендешілік қасиеттер жоқ қой. Егер адамдарға періштелер пайғамбар болып келгенде, көкірегі соқырлар: «Біз қалай періштенің айтқанын істейміз? Періште мен адам тең емес қой. Дәл періштедей құлшылық жасауға біздің қауқарымыз жетпейді» деп тағы да қарсы дау айтқан болар еді. Иә,
Жарықтан қашқан жарғанат сияқты иманнан қашқақтағандардың сылтауы таусылған ба? Әйтсе де Нұх алейхиссалам алған бетінен қайтпай, өзіне аманатталған дінді уағыздауды жалғастыра берді. Кейде халық алдына шығып ашық айтса, кей жағдайда ел арасында құпия үгіт жүргізді. Нұхқа алейхиссалам қарсы шығушылар көбіне әл-ауқаты жоғары яки билік басындағы адамдар еді. Сондықтан олар пайғамбардың сөздерін түрлі жорамалдарға салып, астарынан шикілік іздеді. Билікті көксеп жүр, байлық көздеуде дегендей сөз жүгіртті. Бұл жайлы Нұх алейхиссалам өз сөзінде: сендер мен туралы қате пікірдесіңдер. Мақсатым хақ тағаланың айтқан жарлықтарын сендерге жеткізу, халықты екі дүниеде бақытқа бастау. Бұл үшін ешкімнен ақы тілемеймін. Билік те, дүние де маған қажет емес. Өйткені пайғамбарлардың ешбірі жалған дүниеге қызыққан емес. Тіпті иманға келулерің үшін мен өз малымды да, барымды да, сондай-ақ күллі ғұмырымды да сарп етіп келемін. Менің ақымды сендер емес, хақ тағала береді. Иә, менің ақым әлемдердің Раббысына тән. Аллах тағаладан қорқып, маған бағыныңдар. Ендеше менің мақсатымды сан-саққа жормаңдар, сөздерімді аяқ асты етпеңдер дейді. Бұл сөзден кейін билік басындағылар мен ауқатты мүшриктер келесі бір айлаға көшті. Олар: ей Нұх, мейлі, біз барып сөзіңді тыңдасақ тыңдайық. Ол үшін айналаңдағы кілең-кедей кепшіктерді қуып жіберсең дұрыс болар еді. Олармен қатар отыруды біз өзімізге ар көреміз. Сонда жаныңда отырып, айтқандарыңа құлақ салар едік деп Мәймун келеді. Бұл тұста олардың ішкі ниеті иман келтіру емес, пайғамбар мен оған бағынған мұсылмандардың арасында іріткі салу еді. Кедейлерді маңайынан қудырып, демек оның пиғылы байлармен теңесу, кедейлерді әшейін көз қып ұстаған, біз оны әшкереледік демекші еді. Бірақ олардың бұл айласы да іске аспады. Өйткені Нұх пайғамбар: мен кедейлерді қасымнан қумаймын. Олар Аллах тағалаға және ақырет күніне иман келтірген адамдар. Иманды жандардың мәртебесі қашанда биік. Хам осы пейілі үшін Аллах тағала оларға ақыретте көз көріп, құлақ естімеген, ешкімнің қиялына келмеген тосын нығметтер дайындауда. Сендер адамның бағасын өткінші дүние мен болмашы мансапқа қарай өлшейсіңдер. Иман келтірген адамның жан тазалығын, ақыреттегі сыйын білмейсіңдер. Иман етудің қандай бақыт екендігін сезбей тұрып, бұндай талапты қалай қойып тұрсыңдар? Ей адамдар, иман келтіруден артық қандай абырой бар? Егер мен оларды қуатын болсам, күн ертең махшарда жаратушының қаһарынан мені кім құтқара алады? Сендердің мына ұсыныстарыңды мен әсте қабыл етпеймін деп жауап берді. 100 түрлі айла, 1000 түрлі шарғы жасаса да, бәрібір үстем таптың Нұх алейхиссалам шамалары келмей, қатты састы. Олар өзіндегі билік пен дүниенің көптігіне арқа сүйесе, Нұх алейхиссалам әлемдердің Раббысы Аллах тағалаға арқа сүйеген елші еді. Бірақ мүшриктер бұнымен тоқтап қалмады. Ақырында: ей Нұх, егер сен мына ісіңді тоқтатпайтын болсаң, ажалың бізден деп қорқытты. Бірақ пайғамбар бұған да құлақ аспастан өз ісін әрі қарай жалғастыра берді. Мүшриктер тағы да халықты айдап салған жөн көрді. Сол себепті халыққа Нұхтың мақсаты ғасырлар бойы ата-бабаларымыз табынып келген Уәд, Суәғ, Яғуз, Яғук, Насыр атты бұттарды қирату, жолымыздан адастыру. Біз әрқашан өз салтымыздан аттамай, ата-бабаларымыздың жүрген жолымен жүруге тиіспіз. Олай болса, дәстүріміздің жауы Нұхтың сөзіне құлақ аспаңдар деп тапсырды. Бұл үгіт халыққа әжептәуір әсер еткендей болды. Алайда Нұх пайғамбардың жалынды сөздері бұл жоспарды да жарамсыз етті. Ақырында Нұх пайғамбар елінің басшылары ең ақырғы жоспарларына көшіп, пайғамбарға иман келтірген әлсіз мұсылмандарды ұстап зынданға тастады. Иман келтірген үшін соққыға жығып, қоқан-лоққы көрсетті. Нұхтың дінінен бас тартуға мәжбүрледі. Бірақ бұдан да күткен нәтиже шықпады. Қанша азаптаса да, ерекше шыдамдылықпен бірде-бір мұсылман ақиқат діннен қайтпады. Тіпті қаймық бастан жауға қарсы тұра білді. Ай емес, жыл емес, талай ғасыр өтсе де, Нұх алейхиссалам насихаттан жалықпай, өз міндетін атқара берді. Хақ тағаланың бар екенін, жалғыздығын, кешірімділігін, адамдарға берген шексіз нығметін айтудан бір тынбады. Ғаламның жаратылысы жайында сөз қозғап, саналарына сәуле қойып бақты. Бірақ қырсық ел бәрібір міз бақпады. Раббыларыңнан жарылқау, кешірім тілеңдер, өйткені ол өте кешірімшіл дегенде де селт етпеді. Құранда да хақ тағала: ей, көп күнә жасап, өздеріне жаманшылық жасауда шектен шыққан құлдарым, Аллахтың рахымынан үміт үзбеңдер. Аллах барлық күнәларды кешіреді, өйткені ол өте кешірімді, рахымды деген.
Нұх алейхиссалям адасқан елін тура жолға шақыруда халыққа төмендегідей ойға шақыратын көп өсиет айтты. Аллахтың берген несібелеріне назар аудартуға тырысты. Ол сендерге аспаннан мол жауын жібереді. Әрі сендерге несібе ретінде бала-шаға мен мал жан бітіреді. Мұнымен ғана шектелмей сендер үшін бау-бақшалар жасап, өзендер ағызады. Халықтың қарсы шыққандығына қарамастан, Хақ тағала әлі де оларға нығметтерін үйіп-төгіп беруін тоқтатқан жоқ. Мүлік сүресінде де Аллах тағала: көрдіңдер ме, егер суларың құрып кетсе, сендерге аққан суды кім әкеледі дейді. Су ұлы жаратушының жер бетіндегі рақымдылығының бір белгісі. Тіршілік тікелей осы суға қатысты. Су жоқ жерде тіршілік те болмайды. Міне, Хақ тағала бір пендені жоқтан жаратып, саналы адам етеді. Оны жер бетінде өзінің қонағы етіп, алдына жерді дастархан етіп жайып, дүние мүлік, бала-шаға сыйлайды. Бау-бақшалар арқылы түрлі жемістерді аузына тосып, тұнық өзен, көлдерді де нәсіп етеді. Алайда пенденің осының бәрін көре тұра, Хақ тағаланы мойындамауы нағыз санасыздық емес пе? Сансыз нығмет берген жаратушыға шүкіршілік ету адам баласының борышы емес пе? Бір адамды біреу өлімнен яки ауыр азаптан құтқарып қалса, әлгі адам сол кісіге өмір бақи борыштар болып өтпек. Алайда пендені жоқтан бар етіп, сансыз нығмет беріп, ұзақ ғұмыр сыйлаған ұлы жаратушы мадаққа бәрінен де лайық емес пе? Иә, хамд, мадақ және шүкіршілік бәрі жаратушыға ғана лайық. Күллі дүние мүліктің иесі сол ғана. Өйткені ол әлемдердің Раббысы, Хақ тағала. Бізді жаратқан сол. Хам қазірде барлық іс-қимылымызды, ғұмырымызды, заманды әр сәт сайын жаратып жатқанда сол. Ендеше адам баласы Хақ тағалаға ғана жалбарынып, содан ғана тілек тілеуі қажет. Аллах тағаланың ұлылығын ойламайтындай сендерге не болды? Расында ол сендерді кезең-кезеңмен жаратты. Яғни сендер өз жаратылыстарыңа бір сәт болсын көз салып көрмейсіңдер ме? Хақ тағала мүлде жоқ кездеріңде сендерді топырақтан, бір тамшы судан, ойыған қаннан, одан кейін бір тістем еттен, одан әрі етке аралас сүйектерден, сосын ең көркем бейнедегі адам етіп жаратты. Һәм бойларыңа сан түрлі сезім қабілет берді. Осындай ғажайып құбылыс ұлы жаратушының айқын дәлелі емес пе? Ал сендер кейде әруақтарға, кейде мүсіндерге табынасыңдар. Мұндай жансыз бұттар қалай бәрін жаратуға құдіретті? Тіпті өздері жаратылған емес пе? Керек десең сол бұттарды қолдан жасағанда өздерің. Көні кеше ғана өздеріңдей күйкі тірлік кешіп, ақыры ажал құшқан дәрменсіз әулиелердің аруақтары өлген соң, қалай сендердің жебеушілерің мен қорғаушыларың айналады? Олар тілектеріңді қалай қабыл етпек? Өзі жаратылған құл қалай жаратушы болмақ? Кейде сендер сылтау айтып, сол әулиелердің аруақтары Құдай тағалаға біздің тілектерімізді жеткізеді дейсіңдер. Сендердің дауыстарыңды, сөздеріңді жаратып жатқан Хақ тағала тілектеріңді ести алмағаны ма? Аллах тағаланың бәрін естуші, әрі көруші екен жақсы білесіңдер ғой. Ендеше, неге соған бет бұрып, тәубеге келмейсіңдер? Аллах тағаланың қабат-қабат қылып 7 қат көкті жаратқанын көрмейсіңдер ме? Олардың ішінде айды нұр қылып, күнді шырақ етті. Нұх пайғамбар уахи арқылы еліне көктің 7 қабаттан тұратындығын білдірді. Ол адамдарға алдымен өз жаратылыстары хақында әңгімелеп, жаратушының құдіретін ұқтырды. Келесі кезекте көктерге назар аудартып, осынау аспанның ғажайып жаратылысын тілге тиек етіп, тағы да Хақтың бар екендігі мен бірлігін дәлелдеуге тырысты. Оның ұлылығын паш етті. Осы арқылы олардың табынған пұттарының түкке тұрғысыздығына көңіл тоқтатқызып, пұтқа табынудың санасыздық екенін аңғартпақ болды. Бұның артынша айды нұр, күнді шырақ етіп, жер бетіндегі адамзаттың игілігіне бергендігін айтып, тағы да Хақ тағалаға шүкіршілік қылуға шақырды. Аллах тағала сендерді жерден өсіп өндірді. Сосын сендерді сол жерге қайтарады да, кейіннен қайта шығарады. Хазірет Нұх осы сөздер арқылы адам баласының топырақтан өсімдік тәрізді өсіп өнгеніне назар аудартып, ақыреттің болатындығын дәлелдейді. Яғни Хақ тағала жылда көктемде жер бетін қайта жаңғыртып, топырақтан сан мыңдаған өсімдік түрін жаратуда. Күзде қайта топыраққа айналып, келесі көктемде қайтадан жаралуда. Рум сүресінде Аллах тағаланың рақымдылығының белгілеріне қара. Жер жүзі өлгеннен кейін оны қалай жандандырып тірілтті. Дәл осылайша сөзсіз өлілерді тірілтеді делінген. Иә, адам баласы бұл дүниеге жай өмір сүріп, бала-шағасын өсіріп, санасыз күй кешіп,
одан кейін мүлдем шіріп жоқ болу үшін келген жоқ. Хақ тағала осынау 7 қат көкті тірексіз жаратып, ай мен күнді адамның игілігіне бергендігіне қарағанда, әлбетте адамның зор бір міндеті бар деген сөз. Халық судың да сұрауы бар деген. Пенде еріккендіктен өмір сүріп, жер бетінің дархан дастарханына қалағанынша ішіп жеп, шашып төгіп, одан кейін сұраусыз кете бермек пе? Хақ тағала Құранда: шынында біз сендерді босқа жаратып, бізге қайтып оралмаймыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Әсте олай емес. Жасыл желектерді мың өлтіріп мың тірілткен Аллах тағала адам баласында ажал жетіп, өлген соң ұлы махшарға қайта тірілтіп есепке тартады. Аллах сендерге емін-еркін, шат-шадыман өмір сүру үшін жерді төсеніш етті. Нұх пайғамбар сөзін аяқтарда Аллах тағаланың оларға жер бетіндегі берген нығметтеріне назар аудартады. Бұл пұтқа табынушылар үшін ұғынуға тиіс ақиқаттар еді. Ақиқаттан аттап кете алмайсың, өйткені жер беті оларға төселген төсеніш секілді. Тіпті тау таста да адамдардың жүруіне қолайлы соқпақтар бар. Осы жолдар арқылы олар төрткүл дүниені шарлай алады. Сол жолдар арқылы Хақ тағаланың басқа да нығметтерін іздеп таба алады. Осының бәрі олардың көз алдындағы көріністер болғандықтан, айтылған жайтты ұғу санаға аса қиындық тудырмауы керек еді. Өзін мәдениетті елміз, өркениетті қоғамбыз деп санаған кез келген халық аталмыш ақиқаттар айтылғанда, оның астарына ой жіберуі тиіс. Алайда Нұхтың алейхиссалям қауымы осының бәрін біле тұра, қасақана қасарысып, құлақтарын бітеп, пайғамбардан бойларын алып қашты. Бір күні қатты ашынған қауым: ей Нұх, сен бізді иман келтіруге шақырып, басымызға ақыр заман орнатып, ауыр азап төнеді деп қашанға дейін қорқыта бересің? Жетер енді. Сен осылай өмір бойы бізге дініңді насихаттап жүре бермексің бе? Сен бізді қандай азаппен қорқытпақсың? Егер айтып жүрген азабың рас болса, көзімізге көрсет. Сөзіңнің рас екенін дәлелде деп, халқы жан-жақтан тақымның астына алды. Халқының мына айтқан сөздерін естіген Нұх алейхиссалям олардың Хақ тағалаға сенбеуімен қатар, илахи азаптан да ықпайтындықтарына көз жеткізді. Өйткені олар Нұх пайғамбардың айтқандарын бос сандырақ, ертегі деп білетін. Сондықтан ауыр азап дегенді құлаққа ілмеді. Ендеше оның қорқытуы жай сөз ғана. Нұх пайғамбар олардың осы түсініктерін аңғарған кезде оларға: ей халқым, сендердің бастарыңа ауыр азап жаудыратын мен емеспін. Менің оған шамам жетпейтіні белгілі емес пе? Егер қаласа, өзіне қарсы шыққан елді жермен жексен етуге Раббымның құдіреті толық жетеді. Ал иман келтірудің орнына оған қарсы шығатын болсаңдар, жер бетінен мүлде жойылып кетулерің мүмкін. Егер ескерткен азабым келе қалса, қай жаққа қашып құтыла аласыңдар? Жер мен көктердің Раббысынан қашып қайда барасыңдар? Өрмелеп тауға шықсаңдар да, құс болып көкке ұшсаңдар да, бәрібір құтылмайсыңдар. Егер осыншалық қатыгездіктерің үшін Аллах тағала сендерді жазаламақ болса, мен сендерге жақсылық ойласам да пайда бермейді. Жер мен көкте оған еш нәрсе тосқауыл бола алмайды дейді. Нұхтың алейхиссалям дұғасы. Әр пайғамбар Хақ тағаладан жарлық шығып, өз міндеті аяқталғанға дейін міндетін толық атқаруы тиіс болатын. Сол уақыт аралығында ел ішінде сабыр сақтап, халқының барлық ауыртпалықтары мен қиындықтарына төзуі тиісті. Нұх пайғамбар да қанша ғасыр қорлық көргеніне қарамастан, ісін қалтықсыз атқарып келді. Қауымының күллі қиянаттарына төзіп бақты. Кейде соққыға жығылып, өлімші сабалса да, қыңқ етпей ертесі күн қайтадан ықыласпен халқын дінге шақырды. Қабыл етпеген жағдайда ауыр азапқа душар болатындығын ескертті. Қарапайым пенде қанша жерден данышпан, ел үшін еңіреген ер болса да, ұзақ жылдар бойы халықтың бақыты үшін солардың жан төзгісіз ауыр қиыншылықтарына төзе алар ма? Ал ол ғасырларға ұласса ше? Әрине бұл мүмкін емес. Тек пайғамбарлар ғана ғасырлар өтсе де, елінің екі дүниедегі бақыты үшін төзімділік таныта алады. Егер қияметке дейін ісіңді жалғастыр деп жарлық келіп, ұзақ ғұмыр берілсе, Нұх алейхиссалям ләм-мим деместен тәблиғын жалғастыра берер еді. Мұндай ерекше төзімділік қасиет пайғамбарларда ғана кездеседі. Бірақ бұл елдің ешқашан иман келтірмейтіндіктері белгілі болғандықтан, ол Аллах тағалаға дұға етіп жалбарынды. Һәм мұндай кәпір ел иман келтірген аз ғана үмбетінің ұрпағына да зияны тигізуі күмәнсіз еді. Ақыр соңында алапат азаптың келуіне сол елдің өзі себепкер болды. Өйткені Нұхқа алейхиссалям, егер пайғамбар екенің рас болса,
Аллах тағала шексіз құдіретті десең, қане, дәлелдеші деп қырсыққанды. Ел тура жолға келуді емес, алапат азапты тезірек көруге құмартты. Халықтың осы іс-әрекеттері мен жаман пейілдері азап шақырған тілекке айналды. Өйткені Нұх пайғамбардың елі барша адами қасиеттерді аяққа таптап, күллі жамандықты жасап үлгергенді. Олар өз араларынан шыққан пайғамбарға қарсылық көрсетіп, азап шақырып құтыра берді. Нұх алейхиссалам оларға 950 жыл бойы қажымай талмай ақиқатты насихаттады. Бұл шамамен 1000 жыл деген сөз. Осыншама ғасыр ішінде сол елдің күпірліктері одан сайын артпаса еш бәсеңдемеді. Нұх алейхиссалам ақырында олардан бір жола күдер үзген шақта былай деп дұға жасады. Я Раббым, расында мен елімді күндіз түні дінге шақырудан бір тынбадым. Бірақ олар иманға келудің орнына діннен бойын алып қашты. Мен хақ тағала рақымшыл, тәубе етсеңдер кешіреді деген сайын тік шапшып тіпті естімеу үшін құлақтарын бітеді. Қасарысқан үстіне қасарысып, тәкаппарланған үстіне тәкаппарланды. Мен қатты да айтып, тәтті де айтып көрдім. Болмаған соң ашық жар салып айттым. Тіпті кейде жанына жақын барып, екеу ара оңашада айттым. Бірақ олар бәрібір міз бақпады. Ей Раббым, мен мына қиянатшыл елден жеңілдім. Енді уәде еткен көмегіңді көрсет. Бұлар маған ашықтан ашық қарсы шықты. Саған қолшылық жасамауы аз болғандай, өздерінің қолдан жасаған пұттарына табынып әуре. Я Раббым, сен де осыншама жасаған істеріне жаза ретінде бұл залымдардың адасуларын ғана арттыр. Жер бетінде бірде-бір кәпірді тірі қалдырма. Егер оларды тірі қалдыратын болсаң, сол бір залымдар өзі адасқанымен қоймай, саған құлшылық қылған құлдарыңды да адастырып, ел ішінде бүлік шығарып, тексіз ұрпақ өсіреді. Я Раббым, елім маған жалған айтасың деп қарсы шығуда, жүректері қарайып, ар-ождандарын қап-қара ыс басып, әбден азғындады. Олардың бұдан кейін иманға келуі әсте мүмкін емес. Аллахым, жарлығыңды шығарып, мені және үмбетімді мынадай жүректеріне мөр басылған залым елден құтқар. Я Раббым, мені, әке-шешемді, иман келтіріп шаңырағыма кірген кісілерді және мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдерді жарылқап кешірім ет. Залымдарды тұтастай жермен жексен қыл. Сол кезде Нұхқа, ей Нұх, бұдан бұлай еліңнен иман келтіргендерден өзге ешкім иманға келмейді. Сен олардың жамандықтарына бола кейуші болма, деген уақи жетті. Нұх алейхиссалам, Раббым, рас, мені елім өтірікке шығарды. Енді олармен менің арамдағы қарым-қатынасқа қатысты нақты үкіміңді бер. Мені де, менімен бірге мүміндерді де құтқар деп дұға етеді. Нұх пайғамбардың бұл дұғасы қабыл болады. Одан кейін Аллах тағала оған: көз алдымызда жарлығымыз бойынша кеме жаса. Сосын жер мен көктің астан кестеңі шыққанда залымдарға аяушылық жасап, маған жалбарынушы болма. Өйткені барлығы түгел жермен жексен болып құрдымға кетеді дейді. Нұх пайғамбардың кемесі. Нұх алейхиссалам пайғамбар дереу үмбетін жинап, қажетті құрал саймандарын сайлап, Жәбірейілдің нұсқауымен кеме жасай бастады. Жоғарыда айтылғандай, пайғамбарлар ақыретке қатысты нәрселерді үйретумен қатар өркениеттің де дамуына үлес қосқан. Керек десеңіз, өркениет пен мәдениеттің негізін пайғамбарлар қалады деуге негіз бар. Осы себепті Нұх пайғамбар да алғаш рет кеме жасап, адам баласының су бетінде жүзуіне іс салып кетті. Өйткені бұл кеме тікелей хақ тағаланың Жәбірейіл періште арқылы жіберген бұйрығы бойынша жасалды. Құранда айтылғандай, әрбір шегесіне дейін уахи арқылы қағылды. Худ сүресінде ишарат етілгендей, ғалымдар кеменің ішінде арнайы пеш пен су қайнататын қазан болғандығын айтады. Яғни кемелердің атасы атанған Нұх кемесі бу арқылы жүзген деуге негіз бар секілді. Нұх алейхиссалам өзінің үмбетімен бірге кеме жасап жатқанда, кәпірлер оны келеке мазаққа айналдырды. Олар: ей Нұх, саған өзі не болған? Пайғамбармын деп бізді дінге шақырушы едің. Еш нәтиже болмаған соң бәрін тастап ағаш ұстасы болғансың ба? Пайғамбарлықтан гөрі ағаш шонуды тәуір көрдің ау деймін, деп айыздары ғана әбден күлісті. Иә, олар Нұхты да, иман келтіргендерді де өздерінен төмен санап қор көрді. Өйткені өздерін зиялы санап, шын ақиқат жолдамыз деп ұғынатынды. Сол себепті 1000 жылға жуық үгіттесе де, Нұхтың дініне назар аудармады. Шайтан мен нәпсі бұған мойын бұрғызбады. Сондықтан да жалғыз Құдайға бас июден қашып, есесіне тастан жасалған пұттарға табынды.
Нұх алейхиссалам кеме жасап жатқанда қауымы: "Бұл маңда теңіз тұрмақ өзенде жоқ қой. Мына кемеңді сен қалай жүргізбексің? Әлде бір жерден су тасып теңіз жасамақ ойың бар ма?" деп мысқылдады. Өйткені олар Хақ тағаланың құдіретінен бейхабар еді. Аллах тағала қаласа, себепсіз де нәтиже береді. Міне, бұл кәпірлерде Нұхқа алейхиссалам күле қарап, дүние өзгерместей көрді. Олар пайғамбарды келеке еткенде, Нұх алейхиссалам: "Сендер бүгін бізді мазақ етсеңдер, күн ертең біз де сендерді мазақ етеміз. Көп ұзамай, мәңгілік азаптың кімге келетінін көретін боласыңдар" деп жауап қатты. Осылайша күндер күліп, айлар аунап өтіп жатты. Кеме де дайын болды. Кейбір хабарларда кеменің 2 не 4 жыл құрастырылған айтылады. Кеме жай ғана кеме емес, үйдей толқындарға төтеп бере алатын алып кеме еді. Оның 3 қабаттан тұрғандығы айтылады. Аллах тағала Нұх пайғамбарға кеме жасалып біткенде топан судың басталатындығын білдірді. Сондықтан Нұх пайғамбар әуел бастан кемеге мінуге әзірлік жасап қойған еді. Күні бұрыннан сол аймақтағы жан-жануарлардан бір жұптан жинады. Алдымен жан-жануарларды арнайы әзірленген орындарға орналастыруға бұйрық берді. Артынша көп уақытқа жететін азық-түліктерді тиеттірді. Ақырында өзімен бірге мұсылмандар да Аллахтың атын айтып кемеге мінді. Құранда бұл жайлы былай дейді: "Ақыр әміріміз келген заманда тандырдан су қайнады. Нұхқа, ол кемеге әр нәрседен бір жұп және опатқа ұшырайды деп үкім етілгеннен тыс отбасыңды орналастыр, әрі иман келтіргендерді де ал" дедік. Негізінде онымен бірге иман келтіргендер өте аз ғана еді. Нұх, кемеге отырыңдар. Оның жүруі де, тұруы да Аллахтың атымен. Расында Раббым аса кешірімшіл, әрі рақымшыл деді. Аятқа зер салсақ, мұсылмандардың өте аз болғанын ұғамыз. Тіпті кейбір деректерде кемеге мінген адамдардың саны бар жоғы 80-ге де толмағандығы айтылады. Яғни Нұх пайғамбар халқын 1000 жылға жуық дінге шақырғанда осыншама адам ғана иман келтірген еді. Пайғамбарлар мен қарапайым пенделердің айырмашылығы да осында жатыр. Бұл пайғамбарларға раббанилық, раббани, жаратушының бұйрығын қалтықсыз орындап, толық бағыну деген сөз қасиеттің көрсеткіші. Пайғамбарлар Аллахтан әсте үміт үзбейді. Мұндай ұғым оларға мүлде жат. Олар тек қана өздерінің міндетін толық орындауын ойлайды. Елін 1000 жыл дінге шақырғанда ешкім ізінен ермесе де, бірде-бір жанның иман келтірмейтінін сезсе де, бұдан салы суға кетіп, үмітсіздікке салынбайды. Мерзімі біткенше күндіз түні басын сәждеге қойып, көз жасын көлдетті. Пайғамбарымыз бірде: "Маған пайғамбарлардың үмбеттері көрсетілді. Бір пайғамбар көрдім, қасында санаулы ғана адам бар еді. Бір пайғамбардың қасында 1-2 адам ғана болды. Тіпті бір пайғамбардың қасында ешбір адам жоқ еді" дейді. Міне, пайғамбарлардың кейбіріне ешқандай адам еріп, иман келтірмесе де, өз міндеттерін толық орындады. Солардың бірі Нұх пайғамбар еді. Ол 950 жыл бойы елін ақиқат дінге шақырып, нәтижеде 78 немесе 80 адам ғана иманға келді. Олардың жартысы ер, қалғаны әйел адамдар еді. Алайда Нұх алейхиссалам бұған жасып, жабырқаған жоқ. Өйткені ол біреуді адастырып, біреуді тура жолға салу жаратушының ғана еркінде екенін жақсы білетін. Нұхтың алейхиссалам баласының суға батуы. Нұх пайғамбар үмбетін ертіп, аман есен кемеге мінген кезде көп ұзамай жер бетін тупан су баса бастады. Жер асты сулары бұрқақтап, атқылап жатқанда бұрын соңды болмаған дауыл тұрып, аспан астын қою қара бұлт торлап, найзағай ойнап, жауын құйып кетті. Жауынның көп жауғаны сонша, ел шын мәнінде асып саса бастады. Бұл алапат сұмдық қаһар иенің 1000 жылдай иманға келмей қасарысқан елге жіберген апаты болатын. Бұл пәлекеттен құтылудың бір-ақ жолы Нұхтың кемесіне міну еді. Алайда оған міну мұсылмандарға ғана нәсіпті. Көп ұзамай жер бетін топан су қаптап, оның үйдей толқындары жартастарды соққылап жатты. Бір кезде Нұхтың көзіне сол толқындар арасында алға ұмтылып, бір батып, бір шығып жанталаса жүзіп бара жатқан бір жас жігіт оттай басылды. Нұх пайғамбар оның өз баласы Кенан екенін бірден таныды. Нұхтың алейхиссалам бірнеше баласы бар еді. Бірақ осы баласынан өзгелерінің бәрі де мұсылман күйде кемеге мінді. Тек Кенан ғана
ғасырлар бойы қасарысып сөзін тыңдамай қойғаны. Нұхтың алейхиссалям отбасында Кенанмен қатар өз әйелі де иман келтірмеген болатын. Тіпті ол кәпірлерге жақтасып, Нұхты алейхиссалям сөзден тұқыртып, аяғынан талай мәрте шалуға тырысқан. Кенан сірә анасының сөзінен шыға алмаса керек. Бір жағынан пайғамбарлық мейірімі, екінші жағынан әкелік шапқаты түсіп, қатты жаны ашыған Нұх алейхиссалям баласына: «Ей балам, бізбен бірге кемеге мін, кәпірлерді таста» деп айқайлады. Кенан сол кезде ақырғы мәрте әкесіне қарады. Бәлкім өлімнен қорқып мінгісі де келген шығар, бірақ ол кемеге мінудің шарты мұсылман болу еді. Сондықтан да сан ғасырлар бойы кәпірлерге болысып, әкесіне қарсы шыққан қыңырлығы мен тәкаппарлығы жібермеді. Ол әкесіне: «Жоқ, мен ол кемеге мінбеймін. Мына тауға бір шығып алсам, топан су тобығыма да жете алмайды» деп айғайлады. Алайда әкенің аты қашанда әке ғой, оның үстіне пайғамбарлық рахым да бар. Ол соңғы рет оны дінге шақырып: «Бүгін ешкімде Аллахтың әмірінен аттап, өзін құтқара алмайды. Топан судан Аллахтың рахым еткендері ғана құтыла алады» деді. Бірақ Кенан әкесінің бұл сөзін аяғына дейін ести алмады. Таудай бір толқын Кенанды бауырына тартып ілді де кетті. Осылайша үлкен 5 пайғамбардың бірі, Нұхтың баласы, әкесінің көз алдында өлім құшты. Бірақ бұл мейірімді пайғамбарға оңай тимеді. Жаны күйзеліп, көзінен жас моншақтады. Нұх пайғамбар алейхиссалям осы кезде қолын жайып Хақ тағалаға: «Раббым, күдіксіз, ұлым менің әулетімнен ғой. Шындығында сенің уәдең хақ. Сондай-ақ сен ең тура үкім берушісің» деп жалбарынады. Осы кезде Аллах тағала оған: «Ей Нұх, ол сенің әулетіңнен емес, өйткені ол бұрыстықтан таймады. Сондықтан сен білмеген нәрсені менен тілеме. Мен саған надандардың қатарында болма» деп насихат айтамын деді. Осы сәтте Хазірет Нұх дереу есін жиып, өзінің иштихадта қателік жасаған Нұхты: «Иә, жаратушы жаппар ие оған әулетіңді құтқарамын» деп уағда еткен болатын. Бірақ пайғамбардың әулеті кім болмақ? Әрине, иман келтіріп, дін жолымен жүргендер ғана. Сондықтан да пайғамбарға туыстық пен достық жағынан қанша жақын болса да, иман келтірмесе, ол бәрібір пайғамбар әулетінен, үмбетінен саналмайтын еді. Аллах тағала жүрегіне иман нұрын жақпаған соң, әкесі пайғамбар болса да, оны құтқара алмайды. Бұл жерден біздің алуға тиісті ғибратымыздың бірі осы. Яғни Нұхқа алейхиссалям ешқандай туыстық қатынасы жоқ біреулер иман келтіргенде, өз ұлы мен әйелі иман келтірмеген еді ғой. Сол себепті адам баласы хақ дінді өзі еркімен таңдап қабылдамаса, оның жүрегіне Хақ тағала иман шуағын сеппейді. Жақыны пайғамбар болса да, жүрегіне иман дарыта алмайды. Өйткені оның амалы жоғарыда айтылғандай бұрыс амал. Бұрыс амал кәпірдің жасаған іс-әрекеті. Кәпір бұл өмірде қанша жақсылық жасаса да, жүрегінде иманы болмаған соң бұрыс амал болып саналады. Өйткені ол сол амалдарды Аллах үшін емес, өзінің қара басы, мүддесі үшін жасаған. Дей тұрсақ та, Аллах тағала ондай адамның жақсылықтарын да құр қол қайтармайды. Бірақ қарымын ақыретте емес, осы өмірде береді. Мысалы, осы өмірде ел ағасы, дара тұлға, данышпан атанып ұзақ ғұмыр кешеді. Жақсылығының бар қызығын мына дүниеде ғана көріп, ақыретке бос қайтады. Сондай-ақ бұрыс амалдың қатарына тілі калимаға келген, бірақ өмірде бұрыс жолда жүрген мұсылман жандарды да жатқызуға болады деп ойлаймын. Яғни өзін мұсылман санайды, бірақ жасаған ісінің бәрі кәпірдің ісі. Мысалы, адам өлтіру, зина жасау, ішімдік ішу, сөзінде тұрмау, аманатқа қиянат жасау, өтірік сөйлеу, тағы басқа. Ел арасында дін туралы сөз бола қалса, олар: «Менің атам молда болған, намаз оқыған». Тағы сондай әңгімені бастап, ауыздыға сөз, аяқтыға жол бермеу мүмкін. Мінекей, түсінген жанға аталмыш аяттарда мынадай ғибрат бар. Атаң молда тұрмақ, әкең әулие болса да, сен өзің қисық жолда жүрген болсаң, оның саған келіп кетер ешбір пайдасы жоқ. Тілің калимаға еркін келгенмен, істеп жүргенің кәпірдің тірлігі болса, ақыретте тозақ отынан әлгі молда атаң мен әулие әкеңде құтқара алмайды. Әркім өз есебін өзі береді. Біреудің киіп жүрген киімі саған жылу бермейді, біреудің шайнап берген асы ас болмайды. Сондықтан
Хазірет Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм туыстарына, отбасына, қызына салиқалы амал жасау арқылы өздеріңді тозақ отынан құтқарыңдар. Өйткені мен сендерді ақыретте құтқара алмаймын деп қатаң ескерту жасаған. Нұх алейхиссалям үлкен 5 пайғамбардың бірі. Бірақ солай бола тұра оның 4-ші баласы мен әйелі кемеге мінбей теңізге кетіп ажал құшты. Яғни пайғамбардың баласы яки әйелі болса да тура жол бір Аллах тағаладан ғана болатын нәрсе. Һәм пайғамбардың қанша жақыны болса да өз еркімен иман келтірмеген соң Хақ тағала оларға тура жолды көрсетпейді. Әрі Хазірет Нұхтың әйелі иман келтірмеумен қатар дін дұшпаны болған еді. Құранда Аллах кәпірлерге Нұхтың әйелі мен Лұттың әйелін мысалға келтірген. Олар жақсы екі құлдарымызбен некелескен еді. Сөйте тұрау екеуі де оларға опасыздық жасады. Сондықтан екі пайғамбар да ол екеуін Аллахтың алдында қорғай алмады. Екеуің де тозаққа кірушілермен тағдырлас болыңдар делінді деп айтылады. Сол себепті кім болса да ақырет күні пейіліне қарай тиісті жағына барады. Топан судың тартылуы. Топан су туралы ғалымдар арасында екі түрлі пікір бар. Бірінші топ топан су тұтастай жер бетін қаптаған десе, екінші топ топан су тек Нұхтың аймағына ғана басқан дейді. Қисынға салып қарасақ, екінші топтың айтқаны дұрыс сияқты. Өйткені су басқандағы мақсат кәпір елді жермен жексен ету емес пе еді. Ал сол уақытта жер бетінде Нұхтың елі ғана араб түбегін мекендеген. Жұмыр жер бетіндегі күллі адамзатқа Нұх пайғамбар болып келгенде топан судың жер бетін тегіс су басып қалуы мүмкін еді. Бұған қоса Нұхтан кейінгі елдер де азапқа ұшырағанда сол аймақтың ғана құрып кеткені мәлім. Ендеше Нұхтың еліне келген пәлекет те сол елге, сол аймаққа ғана қатысты. Негізгі ғалымдардың басым көпшілігі осы пікірді қолдайды. Топан су қаптағанда асау толқындар арасында Нұхтың кемесі ғана батып кетпей жүзіп жүрді. Кәпір атаулы түгелдей суға кеткен соң Аллах тағала жер мен көкке әмір беріп: «Ей жер, міндетің аяқталды, суыңды жұт. Ей аспан көк, қажетің қалмады, жауыныңды тоқтат» деді. Аллахтың құдіретімен су тартылып, жауын пышақ кесті тыйылды. Су тартылып жатқанда теңіз деңгейі бірте-бірте төмен түсіп, тау сілемдері аршылып, Құранның сөзімен айтқанда Жуди деген таудың басына барып тоқтады. Сонда Аллах тағала Нұхқа: «Ей Нұх, кемеден түс. Саған және сенімен бірге болған мұсылмандармен қатар сендерден кейінгі мұсылман ұрпақтарыңа бізден амандық, бейбітшілік және берекет бар. Сондай-ақ ұрпақтарыңның арасында иман келтірмейтін топтар да болады. Оларға бұл дүниеде күн көріс мүмкіндігін береміз. Бірақ көп ұзамай бұл өмірден өткен соң бұрынғы кәпірлер сияқты олар да біздің күйзелтуші азабымызға ұшырайды» дейді. Кеме тоқтағаннан кейін жер бетінде тек иман келтірген жандар ғана болды. Бұл Хазірет Нұхтың үмбеті үшін ғажайып түсті еді. Олар Хақ тағаланың нәсіп еткен амандық, бейбітшілік, берекет аясында жер бетінде құдды жәннатта жүргендей күй кешті. Құлшылықтарын алаңсыз атқарды, бір-бірлерімен тату-тәтті өмір сүрді. Бұл бірнеше ғасырға жалғасты. Кейбір деректерде Нұх кемесі теңіз бетінде 6 айға жуық жүзіп жүреді. Ибн Кәсирдің тәфсирінде кемеде Нұхпен бірге 80 ер кісі отбасыларымен бірге болғандығы айтылады. Олар 150 күн кемеде болды. Одан кейін Аллах кемені Меккеге бағыттады. Кеме Меккеде Қағбаны 40 күн айналды. Сосын Хақ тағала кемені Жуди тауына бағыттады. Сол жерге барып тоқтады дейді. Екінші адам ата. Нұх пайғамбар көп ұзамай шариғат заңымен мемлекет құрып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман басталды. Адамзат ғұмырының қайтадан жалғасуына арқау болғандықтан Нұх алейхиссалям екінші адам ата деп аталды. Нұх алейхиссалям ең үлкен 5 пайғамбардың бірі. Оның сабырлылығы, өткірлігі, қайсарлығы исі мұсылманға ғажап өнеге болды. Расында 1000 жыл бойғы небір қоқай мен қорлыққа шыдау үшін асқан төзімділік қажетті. Бұған қоса үнемі шүкіршіліктен таймады. Сондықтан да Аллах тағала Құранда: «Күдіксіз, ол шүкір ететін құл еді» дейді. Жер бетіндегі адамдар Нұх пайғамбар мен үмбетінен тарады. Құранда оның ұрпағын жер бетіне тұрақты еттік дейді. Хадисте бұл турасында Нұхтың 3 ұлы бар еді: Сам, Хам және Яфәс деп оның балалары туралы хабар берілген. Уақыты жеткенде Нұх пайғамбар да өмірден озды. Артына имандылық пен бейбіт өмірді қалдырды. Худ пайғамбар алейхиссалям. Ад елінің мекені және пұттары.
Нұх пайғамбар жер бетінде жаңа тіршілік орнатып, елін шариғатпен басқарған шақта ақиқатты мойындамағандар жоқ еді. Кешегі топан судың апатынан жүрегі шайлыққан халық өзінен кейінгі ұрпағына күпірлікке бармауды өсиет етті. Алайда Нұх пайғамбардан соң да қаншама жылдар өтіп, жер жүзіне жаңа ұрпақтар келді. Олар ата әжелерінен топан су туралы дастанға бағзы заманнан қалған аңыз деп сенбеді. Жылдар жылжып, Нұх пайғамбардың үмбеті көбейді. Осыған орай ұлттар мен тайпаларға бөліне бастады. Солардың бірі Ад деген арғы аталарының есімімен аталып кеткен Ад елі еді. Олар Йемен аймағындағы Хадрамаут қаласының солтүстігін мекендеп, сол жерде жаңа шаһар тұрғызды. Олардың тұрғылықты жері Аққаф деп аталды. Аққаф құм төбелер деген мағынаға саяды. Олар биік төбелерге ғимараттар салды. Тіпті бертін келе әбден байыған, олар бір-бірлерімен зәулім ғимараттар тұрғызумен жарыса бастады. Һәм олар өзге халықтарға қарағанда сүйекті, ірі денелі болды. Жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай деген теңеулер дәл соларға арналғандай батыр тұлғалы халық еді. Аққафтықтар келе-келе әлдерінен асқан шақта, бізден күшті кім бар, деп өзгелерге мұрнын шүйіре қарайтынды шығарды. Бұған қоса аймақтағы ең бай ел еді. Зәулім сарайлар салуда талайларды жолда қалдырды. Аула ішіне ғажайып бақтар, хауыздар орнатты. Осыншама байлықтың буына мастанған Ад елі бірте-бірте бұзыла бастады. Ар, ұят, ынсап, рақым, шүкіршілік деген қасиеттер жойылды. Байлары кедейлерді қанауды шығарды. Көрші елдерге де тыныштық бермеді. Бұнымен де шектелмей, Нұх елінің пұттарын қайта жасап, соларға табынатынды шығарды. Худтың пайғамбарлығы. Түп шежіресі Нұхтан тарайтын Худ алейхиссалам турашыл, батыл, ақыл парасат секілді игі қасиеттермен әйгілі еді. Оған сенімді кісі деп ат қойғандар да кездесті. Елінің мұншалықты адасқаны Худтың алейхиссалам арқасына аяздай бататын. Алайда бір күні күтпеген жерден Жәбірейіл алейхиссалам періште келіп, Хақ тағаланың әмірін жеткізді. Худқа алейхиссалам пайғамбарлық міндет жүктеді. Құранда оның пайғамбарлығы туралы Ад еліне елші етіп, тікелей өз араларынан бауырлары Худты жібердік дейді. Худқа алейхиссалам пайғамбарлық келісімен дереу іске көшіп, елін тура жолға шақырды. Ол еліне: «Уа халқым, Аллах тағалаға құлшылық қылыңдар. Одан өзге ешбір құдай жоқ. Серік қосып, Хақ тағалаға жала жабудасыңдар» дейді. Бірақ еліне, әсіресе елдегі байлар мен билерге оның мына сөздері түрпідей тиді. Олардың ұғымында пұттарға табыну абырой саналатын. Сондықтан олар дереу Худқа алейхиссалам қарсылық көрсетті. Бірақ ол бұған төзімділік танытып, ісін әрі қарай жалғастырды. Ақырында олар Худтың пайғамбарлығын сан саққа жүгірте бастады. Астарынан жеке бастың мүддесін іздеді. Билік пен байлыққа қол жеткізгісі келетін болар деп шолақ топшылады. Өйткені олардың ұғымында адам өзіне пайдасы жоқ іс үшін бостан босқа тер төгіп, азап шегуі мүмкін емес деген түсінік бар болатын. Бұл иманы жоқтардың ортақ пікірі. Өмірді жалған дүниемен ғана шектеледі деп ойлайтын пенденің бәрі де Аллах разылығы үшін жасау деген ұғымды ақмақтыққа санайды. Сондықтан Аллах үшін, ақырет үшін, халықтың игілігіне қызмет еткен адамдарды бұл дүниедегі құлқынның қамын ойлайтын бейбақтар не есі ауысқан жынды, не болмаса сөзсіз көздеген басқа бір мақсаты бар деп ойлайды. Худ алейхиссалам халқын жинап, оларды жақсылыққа шақырған үшін ешқандай да ақы талап етпейтіндігін, ақысы мен сауабын Аллах тағаланың өзі беретіндігін айтып түсіндірді. Іле дауыстап: «Уа халқым, сендер өздеріңе ешқандай қажеті жоқтығын біле тұра, іргесін берік, шаңырағын биік етіп салғандарыңмен қоймай, зәулім сарайлар тұрғызып жатырсыңдар. Сонда мәңгі тұрақтап қалатындай, ауласына хауыз орнатып, көп ысырап етіп, іші сыртын тұтастай әшекейлеп, алтынмен аптап, күміспен күптеп тастадыңдар. Жол бойына тұрғызған керуен сарайларыңда пайдасыз ойындар ойнап, сол даңғыл жолдағы жүргіншілерге, әсіресе менің қонақтарыма тиісіп, келемеждеп мәз боласыңдар. Әлсіздерді басынып, зорлық-зомбылық жасайсыңдар. Бұл азғындықтың белгісі. Мен сендермен тегі бір туыс болғандықтан тура жолға шақырудамын. Өз қандастарымды түпсіз қараңғы шыңыраудан шығарам деп жан таласа қол созғаныма бола ақы талап етуім қажет пе? Жүрегінде зәредей мейірімі бар адам суға батып бара жатқан бауырына қол созғаны үшін ақы сұрау керек пе? Ендеше сендер де мен үшін сазға батып бара жатқан адам сияқтысыңдар. Мен сендерді әрбір пенде жан жүрегімен,
ар ұжданымен, терең рухымен аңсаған бақытқа шақырамын. Құдіреті шексіз жаратушыдан қашып, жаратылған һәм өздерін қолдан қашап яки илеп жасаған жансыз пұттарға табынып, солардан медет сұрайсыңдар. Алайда күн жауса, өзге түгіл өзіне пана бола алмайтын соқыр, мылқау, тірі жанды танымас мелшиген мына пұттар қалай ғана сендерге пана болмақ? Олай болса, бұларға табынуды қойып бәрімізді жоқтан жаратқан жалғыз жаратушыға ғана табыныңдар. Сендерге мал мен баланы, бау-бақшалар мен дәмі балдай бұлақтарды нәсіп еткен Хақ Тағаладан қорқыңдар. Мен сендерге істеген бейбастықтарыңа қарап, ұлы күннің азабынан қорқамын дейді. Бірақ қауымы Худтың алейхиссалам сөздерін қаперге ілмеді. Иә, Хақ Тағала ад елін тепсе темір үзетін мықты етіп жаратқан болатын. Олар тұрған Сахара шөлін көркі көз тартарлықтай көгорай шалғын бәйшешекке толтырып, жайқалған жайылымға, жатып қалған бір тоқтысын жайдырып мың қойға айналдырған жер еді. Алайда олар бұл шексіз несібеге шүкір етудің орнына ынсапсыздық танытты. Мейлінше азғындады, ысырапшылдыққа салынды. Әлсізге ат ойнатып, әлділерге ғана жағынды, Құдайды мойындамады. Худ алейхиссалам халқының бұлай кете берсе күні ертең орны толмас азапқа душар болатынын біліп, күн демей түн демей оларды дінге шақырумен болды. Кейде қатты айтып, кейде тәтті айтып, көп ұзамай бастарына келетін сұрапыл пәлекеттен сақтандыруға бар күш қайратын жұмсады. Бірақ азғын елі насихаттан ығыр боп, оны тыңдаудан қалды. Бір күні олар жиылып келіп Худқа былай дейді: «Ей Худ, иман келтірмесеңдер, көп ұзамай ауыр азап келет деп уағда етсең де, етпесең де, бізден саған пайда жоқ. Сен бізді зәулім сарайлар салдыңдар деп кінәлайсың. Алайда оның несі айып? Адам өмірге бір-ақ рет келеді. Одан кейін шіріп топыраққа айналасың. Ендеше тапқан бар дүниемізді оңды-солды шашып, қайта келмес мына дүниені жалпағынан басып, өткенге не жетсін? Әлсіздерді езіп қорлайсың дейсің. Алайда өмірдің өзі күрес емес пе? Күштілер әлсіздерді жеңіп, соларды езіп, қанап, күн көру арқылы мынадай байлыққа, бақытқа қолы жетеді. Әлжуаздар мен қауқарсыздар кедейлер, байларға құл болу үшін жаратылған пенделер. Әрі сен бізге пұттарға табынбаңдар дейсің. Біз ес білгелі аталарымыздан осыны көріп өстік. Бұл біздің ата-бабаларымыздан мұра болып қалған тәңірлеріміз, һәм мәдениетіміз, өзгермес құндылығымыз. Сен бұл пұттардан бас тартпасаңдар, сендерге азап келеді дейсің. Алайда азап келетін болса, ғасырлар бойы неге осыларға табынған ата-бабаларымызға келмеді? Оларға келмеген азап неге бізге келу керек? Ендеше, ескіден қалған ертегіңді ел жұртқа айтып, туысым деп еркелігіңді көрсете берме. Шыдамның да шегі бар, қастықтың да қайтар кегі болады. Біз сенің шақырған дініңе де, әлемді жаратқан бір құдайыңа да сене алмаймыз. Сен бізге бүгін ата-бабаларыңнан қалған пұт құдайларыңнан бас тартып, бір құдайға бас идейсің. Сосын ертең әлсіздерге зорлық жасама деп, құл-құтанды бізбен тең қоясың. Ілгерінің бізге қалдырған мұрасынан айырылып, құл-құтанмен теңескенде не ұтпақпыз? Жоқ, сен мейлі өз дегеніңмен қал, ал біз өз дегенімізбен жүреміз дейді. Кейбір деректерде Худ халқына 4 ғасыр бойы дінді асқан кішіпейілділікпен жеткізіп, төзімділік танытып келгенін айтады. Бірақ соңғы кездерде халықтан ауыр сөздер естіп, қорланған шақта өзегі өрттей жанып, көкірегі қарс айрылғандай болды. Халқым иманға келер деген үміт азайып, іші қан жылайтын. Көп өтпей Хақ Тағала Худтың халқына сынақ жіберіп, Сақараны қуаңшылыққа айналдырды. Кейбір деректе 3 жыл бойы еліне аспаннан бір тамшыда жауын жаумайды дейді. Бұлт ұшты-күйлі жоғалып, елді қуаңшылық қыса бастады. Бұлақтар мен құдықтардың көзі тартылып, орны құп-құрғақ құмға, топыраққа айналды. Жыл өткен сайын ел жұрттың құты қашып, байлаудағы малы өліп, жайлауын жұт жайлады. Жоқ іздегендер қисапсыз қырылған ірілі ұсақты малдардың сүйектерін кезіктірді. Бай бір борандық, батыр бір оқтық дегеннің кебі келді. Бұларға ең жайсыз тигені күндіз түні дамылсыз соққан аңызақ жел болды. Сол желдің екпініне ешкім бетпе-бет келіп қарсы тұра алмады. Қара дауылдай ұйытқыған жел Сақараның құмын сұрапыл құйынға айналдырды. Сол құйын қала үстінде үйіріле ұйытқып, қаланың ойран топыранын шығарды. Артынша құмға көміп те кетті.
Худ алейхиссалам оларға бұл пәлекеттің ескерту үшін жіберілген залал екендігін айтып, халқын тәубеге келуге үндеді. Ешбір жұмырбасты пенде құдіреті күшті Құдай тағалаға қарсы шығуға қауқары жоқтығы осы бір жұтты мысалға келтіру арқылы дәлелденді. Худ сүресіндегі мына аят осы сөздің шындығы. Уа халқым, Раббыларыңнан кешірім тілеп жалбарыныңдар, оған бас иіп, тағзым етіп тәубеге келіңдер. Сонда хақ тағала сендерге көктен жауын жаудырып, күш-қуаттарыңды арттыра түседі. Күнәға батып, Құдай тағаладан бет бұрмаңдар. Бұл насихат та олардың ашу ызасын қоздырды. Тіпті ел билеушілер өз бастарына келген нәубетті Худтың кесірінен де бұғып, оны өлтірмекке ниеттенді. Ақырында олар халықтың көзінше Худқа шамадан тыс ауыр талаптар қоятын болды. Ол бұл талаптарды орындаудан бас тартқанда, арандатушылар халыққа қарап, бұл Худтың суайттылығына дәлел деп оны жәбірлейтін еді. Осылайша апаттан көз аша алмай, онсыз да әрең жүрген жұртты одан сайын адастырып, пайғамбарға айдап салды. Олар: «Ей Худ, сен бізге ашық дәлел келтірмедің. Ендеше сенің мына құрғақ сөздеріне бола, саған иман келтіріп, ата-бабаларымыздан қалған пұттардан бас тарта алмаймыз» деді. Осы кезде Худ көптеген мұғжизалар көрсетіп, өзінің Аллах тағаланың елшісі екендігін дәлелдеді. Бірақ қалың жұрттың ішінен ешбірі «мынауың жалған» демеді. Ел билеушілердің халық алдында беделі түсіп, құрған жоспарларының быт-шыты шықты. Осыдан соң олар екінші жоспарға көшіп: «Ей Худ, біз саған пәлен демейміз. Сен біздің арамызда туып өскендіктен өзіңді жақсы білеміз. Бірақ қанша уақыттан бері ақылға қонбайтын нәрселер айтып, елдің басын қатырдың. Шамасы пұттардың киесі сені ұрдау» деп. Халық оны есалаңға айналған адамға балады. Осы сәтте Худ пайғамбар қатты ашуланып, орнынан қарғып тұрды да: «Сөзіме құлақ салыңдар. Мен кейінгі ұрпақты сендер сияқты адаспауға үндеймін. Анығында мына мелшиген пұттарың адамға ешқандай пайда тигізбейді. Егер оларда адамды ұратын кие мен қасиет болса, қанекей, онда не қарап тұрсыңдар? Сол мүсіндеріңмен қосылып, маған қарсы тұрып, қолдарыңнан келгендеріңді істеңдер, аянбаңдар» деп ащы шындықты дінсіз халықтың бетіне басты. Бұл сөзі де әсер етпеген соң ең ақырғы ескертуін айтты: «Егер сендерге көрсеткен осы тура жолдан бет бұрып, әсте түзелмейтін болсаңдар, онда сендерге не дей аламын? Мен сендерге жеткізілуі тиіс барлық жарлықтарды тұтастай жеткіздім. Бұларды қабылдамай, бұрыс жолдан тыйылмасаңдар, онда Раббым қаласа сендерді жермен жексен етіп, орындарыңа басқа бір қоғам жібереді. Оған ешбір кедергі де, зиян да келтіре алмайсыңдар. Сөзсіз Раббым әр нәрсені қорғаушы». Худтың жаны ашып айтқан бұндай жүрек жарды сөзіне халқы бұрынғыдан бетер ашуланды. «Ей Худ, сенің көздегенің ғасырлар бойы ата-бабаларымыздан мұра қалған киелі пұттардан бізді бас тартқызу ма? Сол ма сенің бізге деген жақсылығың? Сен ылғи да бізді азаппен қорқыта бересің. Тіпті ел жұрттың берекесін кетіріп, ел ішіне үрей тудырдың. Ал ендеше, қане сенің сол үрейге толы пәлекетің? Уағдаға берік екенің рас болса, сол уағдаңды орындамайсың ба? Әкел азабыңды, көрсет әуселеңді» дейді. Худ пайғамбар сонда: «Азаптың қай уақытта келетінін Аллах тағала ғана біледі. Бір елге азап жіберу оның өз міндеті. Мен өзіме не жіберілсе, соны ғана сендерге жеткіземін. Бірақ мынадай нақты шындық бар: мен сендердің надандықтан арыла алмай, қараңғылықта қалған халық екендеріңе анық көзім жетіп тұр. Ендеше көруге соншама ынтық болған азаптарыңды күтіңдер. Сөзсіз, мен де сендермен бірге күтемін» деп жауап береді. Ол сөзін аяқтамай жатып, хақ тағаладан азаптың қашан келетіндігі уахи етіліп, күллі мүшрік атаулы құрдымға батып, иман келтіргендердің ғана аман сау қалатындығы білдірілді. Осыдан соң Худ алейхиссалам өзіне иман келтірген үмбетіне хабар салып, ертеңіне таң сәріде мүшріктерден іргесін аулақ салу үшін оларды қасына жинай бастады. Бұл қыс мезгілі болатын. Сар-сар. Ад елі таңертең тұрғанда өз көздеріне өздері сенбей, таң тамаша күйде тұрып қалды. Көкжиекті торлаған қою қара бұлт өздеріне қарай баяу жақындап келе жатыр екен. Халық бұны жақсылыққа балады, тіпті бір-бірінен сүйінші сұрай жүгірді. Мінеки, ұзақ жылдар бойы тартқан нәубет, көрген қиыншылығымыз осымен аяқталды. Әнеки, Худ өзіне сенгендерді елден жырақ әкетуге қамданып жатыр. Ол алыстай бере, жұрт та көзден ғайып бола бастады. Оған біз: «Сені тәңірлеріміздің киесі ұрды, тіпті сенің кесірің бізге де тиіп жатыр» деп қанша қысым жасасақ та,
бір жаратқанға сеніңдер деген сөзінен танбап еді, деп өзара мәз болып, еріндеріне жұқпай Худты жамандай бастады. Олар өтіп кеткен молшылық заманын тамсана еске алып, сол бір бақытқа толы күндері көкжиекті торлап келе жатқан мына қап-қара бұлтпен бірге қайтып оралатындай бөріктерін аспанға ата қуанысты. Бірақ Худ алейхиссалям бұлардың қастарына келіп, жоқ халқым, бұл құйғытып келе жатқан бұлт емес, ол сендердің көптен бері асыға күткен азаптарың, алдына келгенін жалмап, жанын қинап азаптайтын сұрапыл дауыл деді. Бірақ олар пайғамбардың сөзін елең құрлы көрмеді. Дауыл дегенге мән берген де жоқ. Оны өзіне сенген үмбетімен бірге осы қаладан тезірек шығып кетуін қалады. Алайда олардың бақыты да, асыл мұраты да көп жылдар бойы өз қастарында жүргенін сезбеді. Асылында Худ пайғамбар олар үшін Хақ тағала нәсіп еткен теңдесі жоқ нығмет болатын. Егер олар пайғамбардың сөзіне бірауық құлақ асқанда, Хақ тағаланың рахымы мен ризалығына бөленіп, жәннатқа барар еді. Өкінішке қарай бұлай болмады. Өйткені олар күнәға белшеден батқан, неше ғасыр өздерін жақсылыққа шақырған адамға селт етпеген без бүйрек жандар еді. Көп өткен жоқ. Ұзақтан қою қара бұлттай болып көрінген дауыл қала шетіне де келіп жетті. Сонда ғана қаланың кәпір халқы оның өздері күткендей еместігін аңғарды. Дауыл жақындай бере беттерін леп шарпығанда демдері шықпай, өңештерінен зәр кеткендей болды. Теңселіп бастары дыңылдап, буындары құрып, есеңгірей бастады. Олар сонда ғана пұттардың шарапаты деп ойлаған нәрселері Хақ тағаланың жіберген қарғысы екенін бірақ білді. Жүздеріндегі қуаныш қайғыға айналып, өн бойларын үрей биледі. Жүректері ауыздарына тығылды. Жайшылықта пұттардан тілейтін олар дәл осы сәтте пұттарды ұмытып, боз інгендей боздап сала берді. Кеше ғана бұл жалғанда бізден күшті кім бар? Қане, көрсет азабыңды деп дүниені жалпағынан басқандар енді кірерге тесік таппай жан-жаққа тарыдай бытырады. Осы кезде Худ пайғамбар алейхиссалям өз үмбетін ертіп, елден оңашаланып, ғаламзаттың Раббысына қол жайып, жалбарынып тұрды. Кейбір деректе ол өзі мен үмбетінің жиналып тұрған жерінің айналасына дөңгелек шеңбер сызғандығын, және осы сызықтан дауылдың болмашы лебі де кірмегені айтылады. Алыстан қаланың астан-кестеңі шыға қираған дауысы естіліп жатты. Дауыл шағыл құмдарды сыпырып әкеп, қаланың төбесінен шашып жібергенде, қала халқының көздерін ашуға мұршасы келмей қалды. Әуел баста майда тастарды ұшырған дауыл бірте-бірте ұсақ ірісі аралас, ірі тастарды ұшырды. Алып бәйтеректерді түп тамырымен қопарып, үйлердің шатырын қидай сыпырды. Артынша қабырғаларын қиратты. Құранның сөзімен айтқанда, бұл дауыл адам болсын, зат болсын, көлденен келгеннің барлығын талқандап шіріген сүйекке, ұсақ бөлшекке айналдырып, тып-типыл етіп жатты. Задында Худда келетін осы азапты түсіндіргенде, Раббының әмірімен барлық нәрсені жермен жексен ететін жел деп айтқан еді. Бірақ оның сөзін елеген жан болмады. Аллах тағаланың сарсар деп аталған осы сұрапыл дауылы қала үстінде 8 күн, 7 түн тоқтаусыз соғып, 8-ші күні кешке қарай бірде-бір адамды тірі қалдырмай, тып-типыл етіп сүйектерін көтеріп алып, теңізге тастайды. Құран осы азапты күндерді жайсыз күндер деп атаған. Кейбір деректе Худ осы оқиғадан кейін өзіне иман келтірген үмбетімен Меккеге келіп орналасады. Ізінен ерген халық саны 4000-дай еді. Ал кейбір деректерде Аққафқа жақын Хадрамут деген жерге қоныс аударып, көз жұмғанша сол жерде тұрады. Әли радиаллаху анху арқылы жеткен бір хабарда оның қабірі сол жердегі бір қызыл төбенің басында болғандығы және басында жаңғақ ағашының өсіп тұрғаны айтылады. Палестиналықтар Худты өздері тұрған жерде жерленді деп ойлайды. Олар сол маңайдағы бір қабірді соныкі деп санап, сол жерге зиярат жасайды. Әр пайғамбар таухид негізінде халықты имандылыққа шақырады. Бірақ ешкімді бұған мәжбүрлемейді. Әйтпеген жағдайда адамға жеке ықтияр, дербес таңдау, ерік берілмеген болар еді. Сол себепті әрбір елге пайғамбар келгенде, оның жолымен жүріп, ізінен ергісі келмегендер пәлекетті Аллах тағаладан өздері тілеп алады. Ендеше өзге пайғамбарлар секілді, Худ пайғамбар да өзіне берілген міндетті толығымен атқарды. Жермен жексен болған халқының ақыретте айтар дауы қалмады.